сәлеметсіздер ме? Асылзат Бегалықызының қымбатты тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп қолдау білдіре кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені қанаттандырады, шабыттандырады. Әңгімені басынан бастайыншы. Менің 2000 жылғы қызым бар. Негізі өзінің сөйлесіп жүрген жігіті бар еді. Мына бір жұмысқа тұрғалы бір жігіт үйге дейін әкеліп тастайтын шығарды. Ерке, мына жігіт кім? Неге сені үйге дейін әкеліп жүр дегенімде, Жансая деген құрбымның ағасы ғой, уайымдамаңыз. Ол өте жақсы бала деген соң үндемей қоя салған едім. Бұл бала келгіштеп кетті. Қызыма тағы айттым. Мына бала бекерден бекер келіп жүрген жоқ. Өзінің жігітің біліп қойса не болады дедім. Сосын ол балаға түсіндіріп айтып еді. Ол баланы қайта біразға дейін көрмедім. Солай күндер өте берді. Бір күні қызым, мама, мен тұрмысқа шығамын дейді. Ойбай-ау, кімге? Алмасқа. Өзіңнің жігітің ше? Ұрсып қалдық. Құдай-ау, адаммен бір ұрысқанда осылай шешім қабылдай ма екен? Сен бұл баланы сүймейсің ғой, десем, мама, ол жақсы бала, намаз оқиды, салмақты. Ең бастысы мені жақсы көреді. Сен оны жақсы көресің ба? Иә, жақсы көретін сияқтымын, дейді сенімсіз. Бірақ ол өте жақсы бала, намаз оқиды, ішімдік ішпейді, темекі шекпейді. Артық сөзі жоқ. Үй ішімен намазхандар екен. Ал Асылжанның аздап ұрттайтыны бар. Сол маған ұнамайды мам. Маған оның үстіне ол дөрекі сөйлейді. Алыста болса да үнемі мені бақылауда ұстағысы келеді. Жарайды қызым, өз жүрегіңді тыңда. Жас емессің, 20-дан асып жатсың. Оң-солыңды білесің деп келісімімді бердім. Содан апыл-ғұпыл тәтті шай өткізіп, қызды алып қашатын болды. Өйткені мен ұзатып шығаруға менің жағдайым жоқ еді. Сонымен ол сол үйге келін болып түсті. Ертесіне маған хабарласты. Мен айттым, қызым, енді сенің бұрынғыдай ерке қыз емессің. Ата-енең бар, күйеуің бар, өз отбасың бар. Беймезгіл маған хабарласа берме. Ұят болады. Бір жақтың сөзін екінші жаққа тасыма. Телефоныңды көп шұқыма. Одан да үй тірлігіне кіріс, деп қызыма түсіндірдім. Ол жарайды мам деп түсіне салды. 2-3 күн өтті. 1 апта өтті. Қызымнан хабар жоқ. Телефон соғайын десем, ыңғайсызданам. Хабарлама жазсам бармайды. Бір күні жайсыз түс көрдім. Қызым мола жақта жалғыз өзі жүр. Бет-аузын тұмшалап алған. Түрін көре алмаймын. Айғайлайын десем, даусым шықпайды. Қиналамын. Түс түлкінің боғы деп жақсылыққа жоритын қазақпыз ғой. Сағынғаннан болар деп мән бермедім. Ертесіне тағы сол түс. Айнытпай. Қызым қап-қараңғы жерде жалғыз өзі оранып алып жүр. Мен мына жақта қызыма қолымды созсам жете алмаймын. Түн ортасында сутер болып оянам. Ертесіне таңертең 9-да қызыма хабарластым. Көтермейді. 5-6 рет хабарластым. Көтермейді. Енді мен анық қорқайын дедім. Бір кезде құдағиға хабарластым. Құдағи, менің қызым аман ба өзі? Қанша күннен бері хабарласпаймын. Иә, құдағи, бәрі аман есен, алаң болмаңыз. Үйден қонақ үзілмей, қол тимей жатқан болар, дегенде барып, дедім. Қызыма телефонды беріңізші, дауыстың естейін, сағынып кеттім дедім. Бір кезде қызым алып, алло дегенде мен басқа дауыс естігендей болдым. Менің қызым емес, басқа біреудің дауысы. Себебі қызымның дауысы саңқылдап қалған, тез сөйлейтін. Алло, мам деп сөйлейтін. Жалын жоқ. Қорқып тұрған адамның даусындай. Ана шіркіннің жүрегі ешқашан алдамайды ғой. Ерке, қалың қалай? Неге даусың біртүрлі болып тұр? Десем, бәрі дұрыс мам, уайымдамаңыз, деп тұтқаны құдағиыма бере салды. Құдағиым да жақсы деп қоя салды. Сенесіз бе? Сол күні түнімен ұйықтай алмадым. Қызымның ақырын ғана алло деген даусы құлағымнан кетпейді. Сол түні тағы да жайсыз түс көрдім. Бұл жолы күндегіден де сұмдық түс көрдім. Қызым селсоқ суға ағып бара жатқандай, түрі көрінбейді. Тек қолын созады маған.
Мен де қолымды создым. Өте алыс. Айғайлайын десем даусым шықпайды. Тағы қиналдым. Ертесіне тұра сала такси шақырып қойдым. Құдағиға звондап: «Құдағи, мен сіздердің үйлеріңізге барайын деп жатырмын. Такси шақырып қойдым. Үйіңізге кірмеймін. Қызымды көремін де қайтамын. Менің жүрегім тынышталмай жатыр» дедім. «Құдағи, сіз әлі шықпай тұрыңыз. Мен қазір намаз оқып алайын. Сізбен хабарласам. Таксиіңізге айтыңыз, келмей-ақ қойсын» деді. Мен одан сайын алаңдасам да құдағидің хабарласқанын күттім. Құдағиым түнгі 11-де бірақ хабарласты: «Сіздерге айтпаймыз деп жүрген едік, бірақ сіз келем деген соң айтпасқа амалым қалмады» дейді, күмілжіп. Мен шошып кеттім. «Не болды, қызым аман ба? Неге күмілжисіз? Шындықты айта беріңіз» дедім, шыдамым таусылып. «Ұлым мен келінімнің төсегіне дуа жасапты. Ұлым қазір қатты ауырып жатыр. Адам танымайды. Еркені де танымайды. Түнде айғайлап сандырақтағаннан қызыңыз қатты қорқып, сол үшін де екеуі бөлек жатқызып жатырмыз. Ерке залда, менің қасымда жатыр. Алмасты көргеннен дірілдеп қорқа береді. Қазір 4 молда 4 жағынан оқып жатыр. Өткендегіден сәл тәуір болып қалды. Бірде есін білсе, бірде есін білмейді. Есін жиғанда еркеге мені тастап кетпеші дейді екен. Қызыңызға мамаңның үйіне барып демалып кел десем, бармаймын деп жатыр» дегенде менің үстімнен мұздай су құйғандай болды. Қорқып кеттім. «Қызыма беріңізші» деп жылап жібердім. Бір кезде қызым «Алло, мам» деп ақырын ғана: «Қызым, еркем, жаным ботам, жағдайың қалай?» десем, «Жақсы» деп созып: «Қазір барып сені алып кетемін» дедім. Бірден: «Жоқ, мам, мен ешқайда бармаймын» дейді, даусы өзгеше. «Қызым, неге үйге келгің келмейді? Құдағиға да үйге бармаймын депсің. Неге олай дедің?» десем, «Ауырып жатқан күйеуімді қалай тастап кетемін? Мама, ол тағы тастап кетпеші» дейді. «Иә, сенікі де дұрыс. Мен де сені қолдаймын. Ол да бір Алланың сынағы шығар. Бірақ алмас жазылғанша менің қасыма келсеңші. Бәрібір бөлек жатып жүреккесіңдер ғой. Мен сені ажыратып алайын деп тұрғам жоқ» десем, «Жоқ, мам, бара алмаймын» деп тұтқаны қоя салды. Ал енді уайым. Ешкімге айта алмаймын. Ертең жақсы болып кетсе, күйеу баламды саусағымен түріп көрсете ма? Бірақ содан кейін қызыммен сөйлесіп тұрдым. Бірақ бұрынғыдай әңгіме айтпайды. Қасында біреу тұрғандай. Бір күні үйіндегілері Жетісайға молдаға кеткен екен. Қызымыз екеуміз 1 сағаттай сөйлесіп, мауқымызды бастық. «Мама, мен мына үйден қатты қорқамын» дейді. «Онда сені алып кетейін, рұқсат берші. Ертең алмас жазылса барасың» деймін жалынып. «Жоқ, мам, мен оған уәде бергенмін, оны тастап кетпеймін». Сонымен арада 1 апта уақыт өткеннен кейін қызыма хабарласам: «Мама, бізге дуа жасалынбаған» дейді молда. Алмастың ішіне жын кіріп кетіпті. Әскерден келгенде достарымен қыдырып жүріп, жаман жерді басып қойған екен. Ол шоколадты көп жейтін еді. Сол үшін ішіндегі жын тәттіні жегізіп жатыр депті молда, дейді қызым. Ал одан сайын қорқайын. Қызымды зорлап алып кете алмаймын. Күйеу балама молда айтыпты: «Ішіндегі жын әйел екен. Сен оны тәттімен бағыпсың. Ол жын сен үйленбей жатып кірген. Ал сен үйленген соң ол сені қызғанып жатыр. Ертең оразада олар ұйықтайды. Сол кезде оқып қайтарамыз» депті. Содан 1 ай оразада күйеу бала жақсы жүрді. Ораза біткен соң ауруы қайта басталды. Бір күні Астанадағы 2-ші қызым келді. «Мама, Еркені қатты сағынып кеттім. Барып келейінші» деген соң жібердім. Бірақ құдағиыма алдын ала ескерттім. Олар кешке барған. Ертесіне сағынышымыз басылмады. Тағы бір күн жатайыншы деген соң мақұл дегенмін. Түс қайта Астанадағы қызым хабарласып: «Мама, біз қайтатын болдық. Мына үй бізді қуып жатыр» дейді. «Қой қызым, қуғаны несі? Қалай сонда?» десем, «Мама, үйге барған соң айтамын» деп тұтқаны қоя салды. Үйге келген соң кіші қызым: «Мама, ана үйде Ерке бақытсыз екен. Ол үй бар ғой, тура бір мола сияқты. Мама, есіктен кіре сала айналаға Алла деп жазып тастаған.
азаннан кешке дейін уағызды айқайлатып қояды. Үйінде 11 адам тұрса да дауыстары шықпайды. Бәрі өз бөлмелерінде құран жаттап тасбих тарта береді екен. Үйінде шыбынның даусы ғана естіледі. Өзара сыбырласып сөйлеседі екен. Сіз беріп жүрген нан мен тәттілерді итке тастап жатқанын өз көзіммен көрдім. Мама, ол үй біртүрлі екен. Еркені көрсеңіз мүлдем басқа адам болып қалыпты. Жөтелсем де селк ете қалады дегенде мен тез киініп жолға дайын болдым. Еркеге хабарласам көтермейді. Хабарлама жазып жіберіп едім. Қазір мен барайын деп жатырмын. Дайын отыр деп жаздым да. Арадан 5 минут өтпей құдағиым хабарласып: «Құдағи, қалайсыздар?» деп түк болмағандай. «Қазір біз сіздердікіне барайын деп жатырмыз. Еркенің кеше бауырларына деген сағынышы басылмапты. Сізді де сағыныпты» деді. Барамын деп отқан мен осыдан кейін мысым басылып қалды. Өздерінің келгенін шыдай алмай далада күтіп отырмын. Bir кезде келді. Қақпаны ашып қойғанмын. Сонда да олар көліктерін сыртқа қалдырып өздері кіріп келе жатыр. Мен қызымды көргенде талып қала жаздадым. Сенесіз ба? Тура бір зомби сияқты ғой. Барық, көзі шиша сияқты, нұры жоқ. Мен оны құшақтаған кезімде сүйек қой. Не бары 2 айдың ішінде мұндай күйге түскені мен үшін жұмбақ. Сонда да әдептен озбай өз-өзімді ұстап үйге кірулерін өтіндім. «Жоқ құдағи, үйіңізге кірмей-ақ қояйық. Әлі құдалық шақырысқан жоқпыз ғой, ұят болар» дейді сызылып. «Ең болмаса даладағы тапчанда отырыңыздар» деп тапчанға шығардым. Ол жерде ашумен емес, ақылмен шешуді жөн көрдім. Қызыма зияны тиіп кетпес үшін бір амалын тауып, оны жібермеуім керек еді. Мыналар сау адамдар емес. Хиджаб кимесе де теріс ағымға кіріп кеткен сияқты. Өйткені алдына қойған асты түртіп те алмады ғой. Шайды де ұрттаған сияқты еріне тигізіп отыр, бірақ ішпейді. Нанды үзіп алмады. Қызым бір уыс болып енесінің қасында отыр. Ашаршылықтан келген адам сияқты нанды аузына асайды. Bir кезде мектепте оқитын кіші ұлым жүгіріп келіп қасыма отыра қалып, маған аяғы тиіп кетіп еді. Мен әй деп едім. Қызым селк ете қалды. Ұйқысынан шошып оянғандай. Жан-жағына қарайды. Жайлап тұрып үйдің ішіне кіріп, апамның әпкесіне хабарластым. «Тәте, үйге келесіз бе? Еркелер келіп еді. Қызымның түрі ұнамай тұр. Маған, оған бірдеңе істеп қойған сияқты. Мен қызымды ол үйге жібермеймін. Қазір сіз де солай айтыңызшы» деймін жалынып. Үнемі мені құлдап көмектесіп жүретін апам: «Қазір мен барамын. Қызды жібермей тұр. Мен 4 баланың анасымын. Күйеуім осыдан 10 жыл бұрын жүрек талмасынан қайтыс болған. Ақерке үлкен қызым. Біз оны еркелетіп ерке дейміз. Әкесі марқұм сондай қатты жақсы көретін. Екінші қызым мен 3-ші ұлым студент. Кіші ұлым мектепте оқиды. Яғни 2 қызым, 2 ұлым бар. Күйеуім жақ көмектесіп тұрмаса да сәлеміміз түзу. Той-томалаққа өлім-жітім болмаса, бұлайша көп араласпаймыз. Алматының шет жағында тұрамыз. Әкелері жоқ болса да ешкімнен кем қылмай өсірдім деп ойлаймын. Жаңағы келемін деген әпкем ғана маған көмектесіп тұрады. Туған анамдай. Өз анам ерте қайтыс болды. Алматының ортасында 3 бөлмелі пәтеріміз болатын. Күйеуіміз екеуміз маңдай терімізбен тауып, базарға шығып тірнектеп жинаған ақшамызға осы 3 бөлмелі үйді алғанбыз. Күйеуім қайтқан соң бауырлары үйді алып қоямыз деп шапқылаған кезде осы апам олармен арпаласып жүріп мені құтқарып қалған. Кейін ол пәтерді сатып қаланың шетінен шағын үй әперіп, қалған ақшасына дүкен салып берген. Апамның осы жақсылығын мүлде ұмытпаспын. Апам өте әділ, сондай мейірімді. Сондықтан осы апама бірінші хабарластым. Қызыма былай шыққан соң жайлап түсіндірдім. «Ерке, мен сені бүгін жібермеймін. 1-2 күн қасымда бол. Сағындым» дедім. «Жоқ мам, мен кетуім керек. Алмас ренжиді қазір. Қайтамыз» дейді. Даусы да басқаша өзінің. Өзінің дауысы емес сияқты.
Қорқып тұрсам да шошытып алмайын. Қызым, қазір бауырларың келеді. Олар да сені сағынды. Ең болмаса бір күнге қалшы. Енең мен күйеу балаға өзім айтам деп жалындым. Сыртқа шыққан соң, құдағи, Ерке бүгін менің қасымда қалады дедім. Қыл дауыспен. Неге деп. Ол да даусы өзгеріп. Апалар келе жатыр. Сағыныпты. Мауқы басылсыншы. Жоқ құдағи. Ерке қазір менімен қайта берсін. Кейін бір реті келгенде жіберемін. Орнынан тұрып қаным басыма шапты. Қызымды шошытып алмайын деп. Құдағи, қызым бүгін менімен қалады дедім ғой. Деп көзімді алартып қарап. Ибай, құдағи-ау, немене болды? Мен де керек қылып тұрғаным жоқ. Сонша қызыңызды. Оказывается, Ерке екен ғой менің балама дуа жасаған. Жетісайдағы молда солай айтты. Шашын қиып молаға апарып көмген екен. Шашын алып тастаңдар деген соң шашын алып тастадық. Дей бергенде шыдай алмай орнымнан тұрдым. Қызым қорқып қалған. Екі қолын екі басына қойып мені ұрып жібереме деп ұғып қалды. Тағы да ашуымды басуға тырыстым. Түсінбедім. Сіз не деп тұрсыз дедім сабырлы үнмен. Бар ойым қызым шошып қалмасын деп тұрмын. Түрім бұзылып кетсе де құдағи бірден сезді. Жетісайдағы молда солай дейді. Әрине мен сенбедім. Оған қалса Еркем ондай емес қой. Ол менің жаным ғой. Қалайша Еркемді ондайға барады деп айтып отыр екен деп өзгеріп шыға келді. О, тоба, не деген 200 адам деп таң қалдым. Дәл сол сәтте апам кіріп келді қақпадан. Мен апаммен амандасып үйге жүгіріп кіріп кеттім. Апам көпті көрген адам ғой шіркін. Ештеңе айтпасам да мені түрімнен ақ бәрін түсініп тұр. Еркеммен амандасқанда реңі көріп тіпті еңіреп жылады. Құдағи, амандасып болған соң құдағиға айтып түсіндіріңізші. Еркені бүгін жібермеймін деп жатыр. Ел жұрт не дейді? Ертең баласы ауырып келінін төркініне апарып тастады деп өсек қылама деп отыр ғой. Апам адуынды кісі, және бір-ақ рет сөйлейді. Оның көз қарасының өзінен бәріміз қаймығамыз. Әй құдағи, бүгін Ерке бармайды дедік қой. Неменеге мыжи бересің? Сенің ел жұртыңның сөзіне түкіргенім бар. Сендерге адамнан бұрын сөз маңызды екен ғой. Не істегесіңдер мына қызға? Тірі қуыршақ болып қалыпты ғой. Мынау қыз деп қызым қарап. Ол байғұс бүріскен күйі отыр. Қимылы жоқ. Екінші қызым оны құшақтап отыр. Ал енді не үшін келдіңдер? Айт, сен мені сағынғаннан келген жоқсың. Білемін. Қане жөніңді айт та тайып тұр бұл жерден дегенде құдағиымның аузына құм құйылды. Негізі сенің қызың менің ұлыма дуа жасаған деп айтуға келген ғой. Апамның ашуынан қорқып, кешегі тірлігімізден ұялып кешірім сұрайын дегенбіз. Құдаша мен құда балаға қайтыңдар дегенмін. Күйеу балдарыңыздың айғайлап сандырақтарын көрмей-ақ қойсын дегенім ғой. Қорқып қалама, дейді сасқалақтап. Екінші қызым, біз жездемнің ауруын көру үшін бармадық қой. Бауырымды сағынған соң бардық. Апа, негізі Ерке кетпеңдерші деген соң тағы бір күн қалғымыз келген еді. Бір айдан бері Ерке ұйықтамапты. Мені тас қылып құшақтап ұйықтады ғой. Апа, ол да жылап жіберді. Апа, күйеу балада үн жоқ. Басын салбыратқан күйі пиаладағы шайды ішкен адам сияқты бетін жауып отыр. Сонымен апам, екеуін де үйден қуып шықты. Енді Еркем ол үйдің табалдырығын аттап баспайды. Осымен әңгіме бітті деп апам қақпаны тарс жауып алды. 2-3 күн қызым маған өкпелеп маған сөйлемей жүрді. Кішкене өз-өзіне келсін, қызды қинама, реті келгенде бәрін өзі айтып береді. Көзден таса қылма. Үйден қашып кетіп өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Ол үшін үнемі қасында бол. Сәл есін жиса үлкен молдаға апарып оқытамыз. Қазір қинап апарсақ одан сайын ушығып кетер. Апам қайтып кетті. Бір аптадан соң қызым есін жия бастады. Келген күннің ертесінен бастап 3 күн ұйықтады ғой. Қорқып кеттім. Көрпесін құшақтап алып ұйықтай береді.
тамақ жеуге әрең оятатынбыз. Ұйқысы қанып, бетіне қан жүгіріп, көзі ашылып қалды. Қызымның бір аптадан соң әңгімеге тарттым. Ол кезде екінші қызым Астанаға қайтып кеткен. Ерке екеуміз кешке қарай серуендеуге шыға бастадық. Қызым, маған ештеңені жасырмай айтшы. Ол үйде не болды дедім, жай ғана. Мама, сіз шыдамсыз адамсыз ғой. Қазір айтсам айғайлап кетесіз ғой. Одан да ештеңе айтпай-ақ қояйыншы, деп төмен қарап. Қызым, уәде беремін, мен оларға ештеңе демеймін. Тек сол 2 айда не болғанын айтшы. Азып-тозып кететіндей не жағдай болды, дедім шыдамсыздана. Жарайды, мам, айтайын. Сіз де уәдеңізде тұрыңыз. Оларға ұрыспаңыз. Мен Алмаспен ажырасқым келмейді. Осыны ұмытпаңыз. Тек мамасы деп тоқтап қалды. Не мамасы? Не істеді саған мамасы деп даусым шығып кетті. Қызым маған өкпелеп қарап, уәде берген едіңіз ғой, дегендей қарап бұртиып қалды. Тек ештеңені жасырмай айтшы, дедім құшақтап. Екеуміз саябақтағы орындыққа отырып алдық. Қызымның ойлы көзі алысқа кетті. Мен де үндемей отырдым. Бір кезде, мама, егер әкем тірі болған кезде ғой, олар мені бұлай басынбас еді, деп бастады әңгімесін. Үлкен абысыным бар ғой, Айжан. Соның әкесі өте қатал кісі екен. Енем сол құдасынан жаман қорқады. Абысыным мен қайнағам жұмыс істейді. Азанда кетеді, кешке келеді. Үйдің тірлігіне қолының ұшында тигізбейді. Тіпті ішкен шайын кесесінде жумайды. 2 келін бір үйде тұрамыз. Ол ханшайым сияқты. Ал мен болсам үйдің күңі сияқтымын. Азаннан кешке дейін тірлікті жасап жүре беремін. Жұмыстан қашпаймын ғой. 9 сыныпты бітіргелі еңбектеніп келемін ғой. Екеумізді алайлайтыны жаман жаныма батады. Менің әкем жоқ болғаны үшін солай жазалайды деп ойладым. Әкемді мен өлтіріппін ба? Неге адамдар жағдайға қарап, түр әлпетіне, төркініне қарап бөледі? Мені бөлектегені айтпаса да білініп тұратын. Келін болып түскен соң Алмас 10 күннен кейін ауыра бастады. Бірінші басым ауырады дей берді. Бір күні ұйықтап жатсам, Алмастың даусынан шошып ояндым. Түріне қарасам, көздері ойнақтап, бір нәрседен қатты қорққан сияқты. Аспанға қарап қолын созады. Әне келе жатыр, жақындап қалды. Мені алып кетуге келе жатыр, дейді. Жан даусымен айғайлады. Бәрі бөлмемізге жүгіріп келді. Қатты қорққаным соншалық қозғалуға шамам келмей қалды. Енем бисмилласын айтып, дұғаларын айтып жатыр. Абысыным мені зал жаққа алып кетті. Бір кезде күйеуімнің жылаған даусы естілді. Не керек, сол күннен ұйқы бетін көрмедік. Ертесіне күйеуіме жақындамақ тұрмақ қарауға қорқамын. Кешке ойнақтаған көздері есімнен кетпейді. Енеме айтып едім, ол мені өзінің қасына жатқызды. Атам вахтада жұмыс жасайды. Сонымен Алмас бірде сау, бірде ауру. Сау кезінде мені тастап кетпесінші деп жалынады. Неше түрлі молдаларға апарды, бірақ еш нәтиже жоқ. Көзіне бір нәрестер елестеп, біресе жылап, біресе күліп, түсініксіз жағдайлар болатын. Бәрі сол Жетісайдағы молдаға барып келген соң басталды. Ол жақтан келгеннен кейін енемнің көзқарасы әлі есімнен кетпейді. Сондай өшпенділік көзбен қарағанда, сен менің баламды дуалапсың ғой, дуа кеш. Үндемей жүріп, бүлдіріп жүр екесің ғой. Мен түсінбей қалдым. Мама, не деп тұрсыз? Қайдағы дуа? Дуа деген не өзі, деп түсінбей қалдым. Иә, түк білмей қал. Неменеге түк білмеген деп адам болып тұрсың? Шыныңды айт, қай жерге жасаттың дуаны, деп айғайлады. Қорқып кеттім. Мама, қайдағы дуа? Деп айтып отырмын. Мама, мені дуа жасайды деп ойлайсыз ба? Қызым айтқанда мен өз терім өзіме сыймай жынды болып кете жаздадым. Дәл қазір құдағиымның шашын жұлсам ба деп жұдырығымды тас қылып жұмып отырдым. Бірақ үндеуге болмайды. Қызымды әрең дегенде сөйлеткенде бірдеңе десем, ол ештеңе айтпай қоюы мүмкін. Өз-өзімді қолға алып, жоға қызым, қайдағы дуа? Сен ондайға бармайсың ғой. Олар арамза молдаға сеніп шатасып жатқан болар, деп
айтқаныма өзімнің жыным келіп отыр. Бірақ қызым үшін аяғына дейін тыңдауым керек. Әрі қарай асықпай айта бер. Жүзіне қарадым. Сол күннен бастап күн бермеді маған ол. Үйдің аурасы бар. Күйеуімнің ауруы бар. Енемнің түртпектеуі. Бәрі қосылып мені ұйқыдан қалдым. Білмеймін. Ұйқым келіп тұрса да көзімді жұмып ұйықтап жатқан адам сияқты бірден санам ояу. Қазір ұйықтасам күйеуім кенеттен айғайлап жібере ме деп қорқамын. Бір көзімде залға жатқызып қойды. Маған жасап берген тамағыңды, шайымды де ішпей қойды. Енем бұл үй шынында да мола сияқты. Ешкіммен сөйлеспейді. Сәл қолымыз босап қалса, сүре жатты, таспиқ тарт, Инстаграм қарағанша уағыз қара деп тыныштық бермейді. Есіктің алдынан өтіп бара жатса, анау неменеге жүр, дуа жасауға келген шығар деп көшедегінің бәрін дуакеш қылып қояды. Көршінің үйінде шай ішпейді, ауызда тимейді. Тіпті тойдан келген сарқытты да итке береді екен. Балаларына да солай үйреткен. Қысқасы ол үйдегілердің бәрі енемнің айтқанымен жүрген. Ол жат десе жатады, тұр десе тұрады. Балаларының бәріне намаз оқытып қойған. Мама, мен бұрыннан намаз оқимын ғой. Мынандай санасы уланғандар. Ол үйде Алладан басқа әңгіме айтылмайды. Бір жерге барып көрген білгеніңді айтайын десең, енем олай деп айтпа, күнә болады. Оның үйінен тамақ ішпе деп тиіп тастайды. Одан кейін әңгіме айтуға қорқып қаласың. Бұл үйде тек атам ғана намаз оқымайды. Атам өте жақсы адам, бірақ бақытсыз. Еркемнің көңіл күйі түсіп кетті. Бірақ атасын жақсы көретіні байқалып қалды. Құлыным соншама 2 айда есейіп кеткеніне таң қалдым. Бір кезде сөзін қайта жалғастырды. Атам байғұс вахталық жұмыста істейді. 1 ай істеп 1 ай демалады екен. Миллиондап тапқан ақшасын енеме санап береді. Сонда да жақпайды. Жұмыстан келсе де басқа жұмысқа кете салады. Жексенбі күні такси істеуге кетеді. Ең бастысы мына үйден шығып кетсе болғаны. Менімше, бұл үйден қашып жүреді. Арасында 100 грамм тартып жүреді. Салынып ішпейді. Оны енем біліп, бетіне басып жағасынан алады. Үйге кіргеннен, ой алкаш, келдің ба? Одан да намаз оқымайсың ба? Жұрттың еркектеріне ұқсап, дәрет алып, намаз оқымайсың ба? Ал сен кәпір, арақтан аузың тиылмайды. Сен ішсең менің намазым қабыл болмайды. Балаларыңнан үлгі алмайсың ба деп миын жейді. Байғұс атама жаным ашып кетеді. Әрине сондай сөздерден кейін үйден қашып кетеді. Енем тіпті қасына жатпайды екен. Екеуі екі жақта жатады. Бұл үйде Алмас пен атам ғана жақсы адамдар. Анау 2 қайнағам енеме ұқсап кеткен. Яғни енем солай өзіне ұқсатып алған. Дін туралы уағыздарды миына құя берген соң кез келген баланың санасы уланады ғой. Анау болмайды, мынау болмайды деген тыйымдар көп тіпті. Судың өзін артық жаратқызбайды. Үйде Аристон болса да далаға дәрет алыңдар, суды ысырап қылмаңдар дейді. Артық шомылуға қорқамыз. Бірдеңе болса Алланың қалауымен болады. Алла солай қалап тұр, амал жоқ. Алла бәрін өзі реттейді. Бір Аллаға сен, басқа ешкімге сенбе дейді. Олардың айтуынша Алмастың ауруы да Алланың қалауымен екен. Алла сол ауру арқылы менің кім екенімді көздеріне шұқып көрсетіпті. Қайта дер кезінде белгі беріпті. Әзірге сақ бол деп баламды да түсіріп қойдым дегенде мен тоқта, қайдағы бала, сенің балаң түсіп қалды ма не деп шошып кеттім. 1,5 айлық балам түсіп қалды. Аяғым ауыр екен тест алып білгенде қатты қуандым. Бірақ енем қуанбаған сияқты. Өзімнің балам ауырып жатқанда қайдағы бала деген еді. Бір күні түнде құптан намазы оқиын деп жуынатын бөлмеге дәрет алайын деп жатсам, қайным далаға алмайсыз ба? Жылы суды құрта бермеңдер деп еді мамам. Қорқамын десем маған айғайлап кетті. Үйде ешкім жоқ еді. Алмасты молдаға алып кеткен. Сол қайныммен ұрсып қалған күні ішім қатты ауырып, астымнан бірдеңе лоқ етіп түскендей болды. Әжетханаға кіріп қарасам, ұйыған қан екен. Ішім қатты ауырып, жылап жатып қалдым. Бірақ сол күйі дәрігерге апармады. Енеме келгенде айтып едім, ештеңе етпейді. Алланың қалауы осы шығар деп жатқызып қойды.
дегенде жылап қалды. Мен мынаны естіп жындана жаздадым. Ерке, мен қазір барып енеңнің шашын жұламын деп атып тұрдым. Мама, ештеңе демеңізші, уәде бердіңіз ғой. Өткен іс өтті, бәрібір ажыраспаған соң дауласудың қажеті жоқ дейді ғой күйдіріп. Ақерке, сен не деп тұрсың? Сен ол босағаға қайта бармайсың. Мені де өлсін демесең, ол үйге қайта бармайсың. Мынадай жағдайдан соң. Қалай ажыраспаймын дейсің? Деп айғайлап кеттім. Мама, мен атама Алмасты тастап кетпеймін деп уәде берген едім. Атам өте жақсы адам. Ол бұл үйден сәл шыдасаң бөлек шығарамын. Күйеуіңді алып мына үйден қашыңдар. Ұлымды анасынан құтқар. Ол бекерден бекер ауырып жатқан жоқ. Бала күнде аттан құлап басына зақым келген болатын. Меніңше сол жарақат енді қысып жатқан сияқты. Ұлымды тәуіп пен молдаларға алып бара бергенше медициналық көмегіне жүгінсе болады ғой. Мені тыңдамайды, көріп жүрсің. Тек бұл үйден құтылсаңдар жақсы болар еді. Егер құтылмасаңдар ажырасып тынасыңдар деген атам. Сол үшін де мен Алмасты бұл үйден құтқарғым келеді. Алмастың мінезі атама ұқсаған. Мамасының сөзіне еріп дауыс көтергені болмаса, екеуміз жеке әңгімелесіп отырсақ, енем жүгіріп келіп, мені немесе Алмасты жұмсап жібереді. Екеумізді сөйлестірмейді. Алмас Жетісайдан келгелі екеуміз жақындаспадық. Яғни енем жақындатпайды. Бір күнде 24 сағат болса, 2-3 минут қана сөйлесеміз. Бір-бірімізді сағынамыз. Бір үйде тұрсақ та алыстап барамыз. Сол дуа жасалды деген сөзден соң енем біздің соңымызға түсіп алды. Одан сені неге ұстап отыр, күйеуіңнің қасына жатпасаң, не отырып тамақ ішпесең деп жібермей отырдым. Сөзіне бола ұстап отырмын. Мені баласы ауырып қалған соң келіні тастап кетпесін деп жұрттың сөзіне бола алып отыр. Сонда мен үйінің тірлігіне бола ұстап отыр екен ғой деп өзім ой түйдім. Өткенде осы жаққа келер алдында тағы бір молдаға барған болатынбыз. Мені де алып барды. Сол кезде енем, менің көзімше, баламды мынау дуалапты, соны қайтара аласыз ба дейді ғой. Сонда молда күліп жіберді. Сіз не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Мына сөзді қайтып айтып отырсыз. Бұл періштедей тап-таза қыз ғой. Деп айтқанда енем түк білмегендей. Бұл балаңыздың ауруын келініңізге аудармақшы болыпсыз ғой деп ұрсып берді. Қызымның мына сөзін естіп шошып кеттім. Тоқта, сен де оқытуға барып едің? Шыдай алмай. Я, мама, Жетісайдағы молда 2 рет алып барғанда мені де апарды ғой. Алмас екеуміздің басымызды тақап қойып, иығымнан сілкілеп тұрып оқыды ғой деп отыр. Ерке, мен енді мынаған шыдай алмаймын. Ерке телефоныма жабысып, қызымның хабарласпа дегеніне қарамай құдағиға хабарластым. Құдағи, қызымды оқытуға неге апардыңыз дедім. Бағаламның айғайлағанынан шошып қалған соң оқытып жіберейін дегенмін, деді тұтылып. Сіз менің қызыма аударам деп барыпсыз ғой. Бастарын түйістіріп қойып оқытыпсыз ғой. Кім ол молда? Маған мекен жайын беріңіз. Мен оны қазір барып сотқа беріп быт-шытын шығарайын. Оның сандырағы қызымның өмірін быт-шыт қылды ғой, деп жатқанымда тұтқаны қоя салды. Қаным басыма шапты. Қайта хабарласам, телефонды көтермейді. 20 минут өтпей Алмас қызыма хабарласып ұрсыпты. Далада отсам жүгіріп келіпті, ботадай боздап. Мама, енемді үй ішімен сотатамын дедіңіз бе? Неге олай дейсіз? Алмас екеуміз ұрсып қалдық деп жылап тұр. Әй, мен тек молданы соттатамын дедім ғой. Мама, енемнің құйтырлығында шек жоқ. Таза әртіс. Ол алдында маған ауылыңа барып кел деп алады да, кейін киініп жатсам Алмасты қайрап жібереді. Мен ауырып жатқанда қыдырып жүрсің ба деп көңіліне қарап ешқайда бармаймын. Сыртқа шықсам енем бармадың ба не деп көлгірсірейді. Мені түк білмейді деп ойлайды. Бірақ мен бәрін соның ісі екен деп білемін. Таң қалдым. Алдында тәтті шай ішер кезге құда да құдағи да ұнаған.
Тіпті көпті көрген апам да ұнатып жақсы адамдар сияқты деген төгіліп қалған ұзын көйлек киіп басына аппақ орамал тартып алған сондай әп-әдемі жарасып тұр еді. Намаз оқимыз, үй ішімізбен намаз оқимыз дегенге мән бермеппін ғой. Санасы уланғандар екенін қайдан білейін? Адамның сырт бейнесіне емес, ішкі жан дүниесін қарау керек екен ғой. Bir көргеннен адамды танып көру мүмкін емес екен ғой. Бетперде таққан адамдар қаншама мына өмірде. Олардың өз балаларын аямайды. Тіпті біреуге жамандық жасап, ұрпағына зиян келтіріп жатқанын білмейді. Білсе де ертеңін ойламай адамдарға қиянат жасайды. Қазір қызым үйімде, ол күйеуінен ажырасқысы келмейді. Мен үйіңе бармайсың деп отырмын. Күйеу бала да шешім қабылдай алмайды. Ажырасатын шығармыз. Bir айдай бөле тұрайық. Сені қимаймын. Мамам бөлек шықпайсыңдар деп отыр. Енді бар үміт атамда. Атасы вахтадан келсе бір шешімін шығарар деп отырмыз. Қазір қызымның реңі кіріп көзі ашылып қалды. Мен болсам ол отбасыға жолатқым келмейді. Қызымның көңіліне қараймын. Күйеуін құтқарамын деген қуанамын. Bir жағы екеуі бірін-бірін жақсы көретініне сенемін. Менімше ешқандай дуа да жоқ, жын да жоқ сияқты. Баланы толық тексерту, дәрігерге көрсету керек сияқты. Аналар өз балаларын қорғаймын деп зиян тигізіп кететінін білсе ғой. Баласы жігіт болып қалса да, ол үшін шешім қабылдап, әр қадамын бақылап отыру, ол шешім қабылдағаны дұрыс емес. Олай жас келіннің сол үйге сіңіп кетуі бірінші енесіне байланысты. Баласын қызғанатын енелер де бар. Өз көзімізбен көріп жүрміз. Өздері мойындамайды. Отырып алып келіндердің барлығын жамандайды. Менің балам алтын деп баласын жақсы көріп, келіннің бауырына басқысы келмейді. Екеуі бірін-бірін өліп өшіп тұрса, баламның басын айналдырып алған деп айтатын аналар да көп емес. Жап-жас бесіктен белі шықпаған қыздар оны қайдан біледі? Тәуіп бақсылардың 90% дуа жасатқан деп айтады. Неге? Өйткені сол тиімді. Дуа десе, сіз сол дуаны қайтарып бересіз бе деп міндетті түрде айтасыз. Ал ол деген қып-қызыл ақша. Балаңыз үшін барыңызды беруге дайын тұрасыз. Құдағи да Жетісайдағы молдаға 1 жылқының ақшасын беріпті. Әрине одан кейін ол кінәлі адамды тауып беру керек. Еш ойланбастан жас келінді көрсете салған. Оның бір ауыз сандырағы жас қыздың тағдырын талқандады. Жұмысы жоқ. Ондайларды шарлатан дейді. Қасиеті бар молда да бар, қасиеті жоқ та бар. Шынайысы қайсы, алаяғы қайсы екенін ажырату қиын. Қазір арамызда молдалар мен алаяқ тәуіптер көбейіп кетті. Оған сенушілер де көбеймесе азаймай тұр. Өте өкінішті. Құдағидың өзі намаз оқып жүріп, сондайларға бару күнә екенін білмейді ма? Сонда түсінбедім. Мен Аллаға серік қосу деймін ондайларды. Олар сенің мәселеңе қарап не істегің келеді, соны айтып бере салады. Яғни өзіне тиімді нәрсені айтып қалтасы жүреді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тәуіптерге сенуге бола ма? Дуа дегенге сенесіз бе? Деп автор сөзін аяқтады. Құрметті тыңдармандарым, өз пікірлеріңізді төменге комментарийға жаза кетіңіздер.